Ертеде бір әйел өмір сүріпті. Оның бар арманы кішкентай сәби еді. Бір күні ол арманы жай ғана арман болып қалмау керек екенін түсінді. Ол көмек іздеуге бел буды. Бір күні ол халық ішінде танымал Данагөйді іздеп жолға шықты. Жүрегі қатты толқып тұрды. Маған кішкентай ғана сәби керек. Өтінемін, арманымды орындауға көмектесіңізші. Жақсы, саған көмектесейін. Тыңда, бұл жайдан емес. Оны гүл құмырасына отырғыз. Жүрегіңнің тілегі орындалады. Әйел үйіне оралды. Жүрегі үмітке толы еді. Қолында кішкентай ғана дән. Ол дәнді құмыраға отырғызды. Жай ғана су құйды, күтіп, баптады. Жүрегінде үлкен сенім бар еді. Күндер өтті, түндер ауысты. Күн батып, қайтадан атты. Гүл күн сайын өсіп, құмыраға сыймай қалды. Кенеттен дән дір етті. Жасыл өскін пайда болды. Гүл ашылды. Анасы оған жаңғақ қабығынан бесік жасады. Көк шегір гүл төсегі, ал раушан күлтесі жамылғысы болды. Күндіз ол үстелде ойнайтын. Анасы табаққа су құйып, айналасына гүлдер қоятын. Үлкен гүл күлтесі оған қайық болды. Ол судың бетімен жай ғана жүзіп, әлемді зерттейтін. Мен кішкентай болсам да, жүрегімде жарық бар. Түйме қыз анасына көмектесетін. Кішкентай қолдарымен бауырсақ илеуге тырысатын. Оның шашына қонып, кейде олар аулада серуендейтін. Ана мен қыздың махаббаты өлшемге бағынбайды. Түйме бойындай болса да, жүрегі тыныш еді. Ай сәулесі бөлмені жарық қылды. Ал түйме қыз тәтті ұйқыға кетті. Тыныш еді, бірақ тыныштық ұзаққа созылмады. Қараңғылықтың ішінде біреу жақындап келе жатты. Міне, менің ұлыма дәл осындай қалыңдық керек. Бақа жаңғақ бесікті бірақ көтеріп алды да, өзімен бірге алып кетті. Коакс, коакс. Ол тым жеңіл. Қашып кетпес үшін оны су ортасына қоямыз. Таң атты. Түйме қыз баяу көзін ашты. Бірақ бұл оның бөлмесі емес еді. Ол жалғыз екенін түсінді. Анасы жоқ, үйі жоқ. Түйме қыз жылап жіберді. Сағынды. Ол қорықты. Неге бұлай болды? Мен қайдамын? Анам қайда? Бақалар өз ұясын сәндеп жатты. Жас келін үшін бәрін әдемі қылғысы келді. Бірақ әсемдіктің иісі де жоқ еді. Міне, бұл менің ұлым, сенің болашақ жарың. Бақытты өмір сүреміз. Коакс, коакс. Ал түйме қыз жапырақ үстінде жалғыз қалды. Ол батпақта өмір сүргісі келмеді. Судың астында жүзіп жүрген кішкентай балықтар бәрін көрді. Олар бақаның сөзін де естіді. Болмайды. Мұндай әдемі қыз өмір сүрмеуі керек.
балықтар бірігіп, ал кішкентай қызға жандары ашыды. Балықтар бірігіп, жапырақты ұстап тұрған сабақты кеміре бастады. Сабақ үзіліп кетті. Жапырақ су ағысымен алысқа қарай жүзе бастады. Бақа кеш түсінді. Қандай әдемі қыз, қандай нәзік жан. Жапырақ жүзе берді, ал түйме қыз жаңа әлемге қарай жол тартты. Жапырақ өзен бойымен жай ғана жүзіп бара жатты, ал түйме қыз алғаш рет еркіндікті. Әдемі аппақ көбелек оның жанында қалықтап жүрді. Түйме қыз белдігін шешіп көбелекке байлады. Жапырақ енді ағыс бойымен тағы да жылдам жүзе бастады. Кенеттен мамыр қоңызы ұшып келді. Ол қызды байқап, белінен ұстап алып, ағашқа қарай алып ұшты. Түйме қыз қатты қорықты. Ол бұрын соңды мұндай биікте болмаған еді. Қоңыз оны ағаштың ең үлкен жапырағына отырғызды. Әлем тағы да өзгеріп кетті. Сен өте әдемісің, бірақ бізге ұқсамайсың. Көп ұзамай басқа қоңыздар да келді. Олар кішкентай қызды басынан аяғына дейін қарап шықты. Оның бар болғаны 2 аяғы ғана. Белі тым жіңішке. Бізге мүлде ұқсамайды. Алғашында ол қызға сүйсінген еді. Бірақ басқалардың сөзінен кейін оның ойы өзгерді. Қоңыз оны гүліне отырғызды да ұшып кетті. Мүмкін мен шынымен ұсқынсыз шығармын. Егер қоңыздар да мені қаламаса, онда мен кіммін? Бірақ табиғат үшін ол ең нәзік гүлдей еді. Раушан күлтесіндей таза, жарықтай мөлдір. Жаз бойы түйме қыз орманда жалғыз өмір сүрді. Өзіне шөптен бесік тоқып, оны үлкен жапырақтың енді. Ол гүлдің тәтті тозаңымен қоректенді. Ал таңертеңгі шық оның суы болды. Жаз өтті, күз келді. Гүлдер солып, жапырақтар сарғайды. Ал түйме қыз жалғыз қалды. Суық түсе бастады. Үлкен жапырақ сарғайып, қурап, түтікше болып шиыршықталды. Ал түйме қыз тоңа бастады. Қар жауа бастады. Әрбір қар түйіршігі оған бүтін бір күрек қардай еді. Ол ақыры ол кішкентай есікті тапты. Бұл дала тышқанының үйі еді. Байғұс-ай, сен мұнда не істеп жүрсің? Тоңып қалғансың ғор. Қаласаң, қыс бойы менде тұра аласың. Тек үйімді таза ұстап, маған ертегі айтып бер. Түйме қыз уәдесінде тұрды. Үйді таза ұстады, дәндерді реттеді, жылы ошақтың қасында ертегі айтып берді. Бір күні оларға көрші бай көртышқан келді. Ол менен де жақсы тұрады. Үйі кішкентай емес, бай, білімді, барқыт тоңы бар. Егер сен соған тұрмысқа еті. Жаз аяқталсын, күн ыстығы басылсын, сосын үйленеміз. Бірақ түйме қыздың жүрегі қуана алмады. Қош бол, жарық күн. Қош бол.
мүмкін. Кішкентай досым, сен мұнда неге мұңайып тұрсың? Мен Куртшанға тұрмысқа шыққым келмейді. Жер астында өмір сүргім келмейді. Күнді көрмей, қыс жақындап келеді. Мен жылы жаққа ұшамын. Сен менімен бірге ұшқың келе ме? Күн жарқырайтын, гүлдер мәңгі жайнайтын жерге. Иә, мен сенімен бірге ұшамын. Таулардың үстінде суық еді. Жел қатты соқты, бірақ түйме қыз қорықпады. Ақыры олар жылы жаққа жетті. Күн нұр шашып тұр, гүлдер жайқалып тұр. Міне, менің үйім. Ал сен төменнен өзіңе ұнайтын әдемі гүлді таңда. Гүлдің ішінде кішкентай эльф отыр еді. Эльфтердің патшасы. Сенің атың кім? Гүлдердің патшайымы боласың ба? Бұл Көртышқан емес, бақа емес. Бұл жүрегі жарық жан еді. Анашым, мен бақыттымын. Мен өз орнымды таптым. Сен білсең болды, мен үшін осы жеткілікті. Сол күннен бастап түйме қыз бен эльф патшасы гүлдер патшалығында ұзақ әрі бақытты өмір сүрді. Егер ертегіміз ұнаса, арнамызға жазылып, бейнемізге лайк басуды ұмытпаңыздар.